Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздермен қонақ күткенде дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді қуырылған тұшпара дайындайтын боламыз. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Бұл әдіспен әрдайым дайындаймыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте оңай дайындалады. Алдымен картопымызды турап, үстінен су құйып пешке қайнатып пісіріп аламыз. Картоп піскенше қамырын дайындап аламыз. Алдымен ұнымызды саламыз. Үстінен 2 жұмыртқа. Одан кейін үстінен 5 ас қасық сұйық май құямыз. 1 шай қасық толтырмай тұз саламыз. Үстіне су құйып қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырды 15 минутқа бөлме температурасында тындырып қоямыз. Піскен картопты жақсылап еземіз. Енді орташалау пиязды 4-5 етіп турап, табамызға сұйық майды құйып, пеште қызартып қуырып аламыз. Қуырылған пиязды жаңағы езілген картопымызға салып, үстіне дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Осымен салмасы дайын. Енді қамырымызды қоятын боламыз. Қамырды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қатты жұқа, қалың болмауы керек. Кәдімгі пельменге кесіп жүргендегідей қамырды кесіп аламыз, яғни тұшпара. Кескен кезде осылай қолымызбен өлшеп алып кесеміз. 4 саусағымызбен өлшеп аламыз. Қамырымызды кесіп алдық. Кәдімгі тұшпара түйгендей еді. Барлығын осылай ішіне салмасын салып түйіп шығамыз. Жасалуы өте оңай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Барлығын түйіп шықтық. Енді қызып тұрған майда қуырып пісіріп аламыз. Қазақ тілі контентінің әрі қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өте оңай дайындалатын тағамдардың рецептімен сіздермен әрдайым бөлісіп отыратын боламын. Және де менің YouTube каналымнан басқа да рецептерді кіріп көре аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді және де өздеріңіздің тұшпара дайындау тәсілдеріңізбен де бөлісе кетіңіздер. Осылай әдемі етіп қызартып қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне барлығы дайын болды. Түрі қандай әдемі болған, қараңыздар. Ортасы осындай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.